сұрақ ол. Причина продажи демеңдер шеше. Причина продажи дейтін. Машина сатып отырық бая, бір ұрамын омен қазір. Причина продажи дейтін. Машина сатып отырық бая. Бұл емес қой, бұл новый ғой. 727 от души, братуха. Лайк басып отырыңдар. Тіркеліп отырыңдар. Поделиться сеп отырыңдар. Кім ол сұрақ қойып отқан дейді. Мына кім ол сұрақ қойып отқан дейді. Бәрі қойып отыр ғой, бәрі. Алла шипасын берсін деп 100 теңге салып отқанын қалай түсінем мен? Жылайым ба шеше, не істеймін? Үйленгесің ба дейді. Не істейсің үйленбесем? Қатын алып берейін деп бедің, а? Мұрат, не істейсің үйленбесем? Қатын алып берейін деп бедің. Қалың малға ақша қосып берейін деп бедің. Не істейсің менің үйленген? Палатка көрсей, палатка. Нер қып өлтіретін болдыңдар ғой, больничный алып кетпесем болды ғой, ПС бар ма дейді. Мынаның ішінде ПС қосып бересің ба дейді. Дүбара 16 мың теңгенің палаткасында 250 мың теңге тұратын ПС қосып берейін ба? Су құйсам өсең ма дейді. Шеше. Ё-майо. Су құйсам өсең ма дейді. Бұл саған рассада ма? Алмағаш ба бұл саған? Су құйсаң палатка өсе ма? Мен мынандай сұрақты бірінші рет естідім, халқым. Ана сұрақтардың бәрі қызық емес бақпалды уже. Су құйсаң өсе ма дейді. Палаткаға су құйып өсірген адамды көрдің бе өміріңде? Су құйсаң өсе ма дейді. Кеңкелес дүбара. Басыңа кірпіш түскен ба сенің? Бұл саған роза меді, су құйса өсетін? Мына сұрақ миыма... Сары парик қанша теңге тұрады дейді. Шеше өзімнің шашым бұл, родной шашым. Туылған кезде шешемнің ішінде андай кнопка болады.